Өте оңай жасалынатын ханзада салатын жасаймыз. Ұзыншалап тураланған маринадталған қиярды сүзгішке салып, суынан ажыратып аламыз. Етімізді де ұзыншалап турап, майонезбен араластырамыз. Үстінен жаңағы маринадталған қиярымызды саламыз, және де көк бұршақты қосамыз. Бұл жерде көк бұршақ негізінде рецепте жоқ, қоспасаңыз болады. Оның үстінен ұсағы күштен өткізілген жұмыртқамызды қосып, майонезді жағып, тұз бен қара бұрышты себеміз. Ұсағы күштен өткізілген ірімшікті салып, майонез жағамыз. Ең бетіне ұсақтап туралған грек жаңғағын қосамыз да тоңазғышқа 1 сағатқа қоя тұрамыз. Осымен ханзада салаты дайын болды, ас болсын. Өте күшті салаттардың бірі орландо салатын жасаймыз. Шампиньонның саңырауқұлағын, яғни қозықұйрық дейміз, осылай аршып, турап аламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, саңырауқұлақтарды салып, үстінен қара бұрыш пен тұз салып қуырып аламыз. Етіміздің кеуіп қалмас үшін сол асылған суында суытсаңыздар, сочный болады. Етімізді, жұмыртқамызды, қиярды барлығын сопақшалап тураймыз. Фисташка жаңғағын ұсақтап турап аласыздар. Ең астына қозықұйрығымызды саламыз, және де майонезді жағып, үстіне фисташка жаңғағын себеміз. Бұл жерде егер биік форма болса, сондай форма қолданған дұрыс. Мен пергамент қағазын қолдандым, яғни 1 литрлік баклажканы қолдансаңыздар да болады. Қиярымызды салып, майонезімізді жағып, етімізді салдық, және де майонезімізді жағамыз. Көк бұршағымызды салғаннан кейін аз ғана майонез қолдандым, оның үстінен жұмыртқаның ағын саламыз. Ең бетіне майонез жағып, қасықпен тегістеп жібереміз да 1 сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Кейін жұмыртқаның сарысын күштің ұсақ көзінен өткізіп, бетіне әсемдік үшін қолданамыз. Мен пергамент қағазын қолданғаннан кейін формасын онша ұстамады. Егер сіздер қатты форманы қолданатын болсаңыздар, формасын әдемі ұстап, салатыңызды әдемі шығатын болады. Екі шетіне жұмыртқаның сарысын, ортасына фисташка жаңғағын салып әдеміледім. Пайдалы арнама тіркеліп қолдап отырыңыздар.